Барлығы керемет, барлығы жақсы болды. Бұл проект мен үшін бір көңілді проекттердің бірі болды. Өткені түсірілім алаңында өте көңілді, өте сондай бір жайдары, жайсан мінезді кісілер болды. Толқын әпке болсын, біздегі Досжан Жанботаев атамыз болсын, Жанболат аға болсын, барлығы өте чувство юмора дейді ғой бізде. Сол өте мықты, чувство юморлары өте керемет кісілер. Одан кейін жалпы андай бір қазақи проект болды, өте бір маған қатты ұнады. 2 күн уақыт берем, әйтпесе бизнесіңмен қоштаса бер. Ақшадан басқа бір маңызды дүниелер бар бұл өмірде, біле бер. Не бар ақшадан басқа, не бар? Семьяларыңмен қойын дегенсіңдер ма? Рауан киноларда байдың баласының рөлін сомдап үйренген. Ал бұл фильмде қалай? Енді байдың баласы емес, бір орта жағдайлы отбасында дүниеге келген сондай бір дәл қазіргі қоғамдағы жігіттер бар ғой. Енді әкесінің көлігін мініп жүреді, енді оқу бітірген, өзін іздеп жүрген сондай бір жақсы жігіттер бар ғой, кішкене өзінің андай отбасында да андай бір қатты бір жақындастық жоқ, бірақ сонда да бәрін жақсы көретін сондай бір жігіттер бар. Сондай бір жігіттің кейпін сондай бір кейіпкерді ойнап шықтым. Бұл жай ғана рөл. Прайм эрасында жүрген актердің шын мәнінде кімнің баласы екені анықталды. Мен қарапайым қазақтың баласымын, онда ештеңе жоқ. Мен отбасымда ешқандай бір чиновник дейді ғой, шенеунік жоқ, ешқандай өнер адамы жоқ. Қарапайым менің әкем жеке кәсіпкер, анам медик, медицина саласында жұмыс істейді. Сондықтан бір айтарлықтай бір үлкен отбасынан шықтым деп айта алмаймын. Дегенмен отбасынан алатын нәрселер бұл тәрбие, тәлім тәрбие дейді ғой. Өнеге сол нәрсенің бәрін алғанмын. Тектілік деген сияқты бір қасиеттерді адамның өн бойына отбасыдан даритын бір сондай бір қасиеттерді отбасымнан алғанмын. Осының бәрі мүшелдің кесірінен. Атаның айта беретін қарғысы рас екен ау. Жаудың ішіндегі бақсы кемпір қамшыны қарғап жіберіпті. Бір отбасында 4 адам мүшел жасқа кірсе, өмір бақи жол болмай өтсін депті. Мүшел жас картинасы үлкен экранға жол тартты. Әзіл мен астарлы ой тоғысқан фильм көрермен көңілінен шығатыны сөзсіз. Себебі үлкен еңбек жасалғаны көрініп ақтыр. Road movie жанры болғандықтан біз Қазақстан бойынша саяхатқа шығады, и сол саяхатқа шыққан кезде қиындықтар көп болды. Себебі біз тауда жүрдік, орманда жүрдік, трассада, далада жүргендіктен сол кездер қиындықтар болды, бірақ көрерменнің көңілінен шығады, жақсы дүние болғанына сенемін. Режиссер мырза бұл кинодан үмітті. Бұл оның тырнақ алды туындысы. Алғашқы картинасы белгісіз себептермен прокаттан алынып тасталған. Ал мүшел жас фильміне деген сенімі мол. Ашид, өйткені көптеген көрермен де көре алмай қалады. Сол себепті бір ай прокат па, бір ай болып көрерменнің көңілінен шығып, көрермен көрсін деген ниет болады да, и сол болмай қалады да. Бұл жолы уайымдамаңыз. Мүшел жас картинасы көрермен көңілінен шықты. Алғашқы болып тамашалаған шоу-бизнес өкілдері мақтап жатыр. Маған ұнады, веселый, легкий фильм. Рядом со мной татешки сидели, за мной сидели агашки. Они плакали местами смеялись. Я все-таки больше смотрелся с профессиональной точки зрения и радуюсь за коллег, потому что картинка замечательная, актеры классные. Так что, да, приходите, посмотрите, повеселитесь и поплачете. Негізі мынандай бір отбасылық жылы, отбасын нығайтатын кинолардың бірі деп білем. Біраз күлдік, жылататын жерде бар, негізі ой салатын кино. Тіпті актерлік құрам да жоғары бағаланды. Андай шынымен де бір ұялмайтын фильм ғой. Менің бірінші фильмім мынау ше, ұялмай бүйтіп, қай жағынан, үлкен болсын, кіші болсын, бәрін көре бер дейтін бірінші фильм шығар, киноның шынайылығы сонша, көрсетілімнен кейін актер мен актриса түсінсе алмай, үлкен талқыға салды рөлдерін. Мен соған күліп атым, екеуміз сахна бар ғой? Қай сахна? Заправкадағы сахна бар ғой? Мен соған күліп атым ғой мен? Қай жерім көресің? Ладно, все, ладно. Давай. Атың Арман ба? Айзада танысқаныма қуаныштымын. Мопедім ақшасын қайтармай ешқайда кетпейсің, түсіндің ба? Мен түсінші,
тапам десе өлтірді. Кадрлар Да, сахналар были кетіп жатты да. некоторые Балдан. Сол қарындасымыз ренжіп жатыр. ренжіп жатқан Как будто жоқ енді мен болып тұрады ғой ондай монтаждың нәрсе. режиссері мен болған сияқты маған ренжіп барады ғой. жоқ енді сіз күліп жатсыз ғой енді жоқ негізі ешқандай ренішім жоқ кино Адамның болғаннан кейін неше түрлі нәрселер адамның болады мойнына тем более я ренжіп дебютантка маған ренжіп барады и ғой. все я все понимаю Маған ренжіп жатыр әйтеуір. Мен дым істеген жоқ па әйтеуір. Мен күліп баратсам, құтты болсын деп. Күлсең не болды, не болды десем. шашында жоқ қой Сол, жоқ шашқа деп жатсың ғой сен. Сол. Ал ең кішкентай актриса Іңкәр дәл осы кадрдың тарихын айтты. Чотан ба вай бір дубльмен еще сол тортпен ше бетіме лақтырады мен одан кейін оны көрсетуім керекпін қайтып ше бүйтсем де дейсің оның бетіме бүйтіп тұрып жағуым керекпін ғой ше бүйтіп тұрып жағамын одан кейін сол сахнаны түсіп боламын содан кейін тағы да сахнаны түсіру керек қой сол бетімдегі тортпен 4-5 сағат түсірдім ғой бетім қышып әлгерге жоқ сондай болды ғой Кино желісінде бір үйдің 4 адамы мүшел жасқа кіріп, түрлі сәтсіздіктерді бастан өткізеді. Сөйтсек бұл жай ғана ойдан шығарылған оқиға емес екен. Шын өмірде де сақ болу керек дейді. Мен өзім негізі өте суеверный адаммын. Менің де ұлым 13 жаста мүшел жасқа толды. Мен кәдімгідей ұлымның атынан жыл бойына енді оны жария қылуға болмайды, садақа беріп, жаңағы бір жаққа баратын болсам, түсірілімге баратын болсам, ерінбей дәретімді алып, жаңағы дұғамды оқып, сөйтіп кетемін. Просто қалада өзіңіз білесіз, кептелісі бар, жаңағы көліктер өте көп. Сондықтан ол бір қауіпсіздіктің бір шарасы ретінде бір жағынан жаңағы жақсы білетін апайларымыздан айтам 12 ма мүшел жас жоқ 13 ма деп нақтылап алып немесе жаңағы өзімнің көкем, тетям, өзім де мысалы үшін мүшел жасқа толған кезде менде қорқыныш болады кәдімгідей. әрине мүшел жаста түрлі қызықтар болады бірақ барлығы во благо жоқ ондай өтпепті мүшел жасымда бүйтіп жүрдім мен Ал мүшел жас сәтсіздіктеріне сенетіндер ырымын да жасайды. Мүшелге кірген кезде міндетті түрде өзім қимайтын, өзіме ұнайтын, өзім киіп жүрген киімдерімді өзім жақсы көретін жаңағы ниеті, пейілі жақсы адамдарға таратып бердім. Ол бізде енді қай жағынан қарасаңыз да ол нәрсе дұрыс қой. Өйткені сіз біреумен бірдеңе бөліскен кезде сіз өзіңіздің енді қалай энергия алмасу деп айтамыз ғой, энергия алмаса басқа адамның көңіл күйін көтергенде тұрған не жамандық бар? Менің ойымша ол өте күшті ырым. Бөлісу керек әрқашанда жақсы көретін заттармен. Менің ойымша ол бір жақсы бір ырым сияқты, сондықтан ол керемет. Мен өзім оған қарсы емеспін. Өткені мен достармен бөлісіп жүремін әрқашанда. Туған туыспен бөлісіп жүремін, заттармен, бармен бөлісіп жүремін. Сондықтан менің ойымша ол жақсы ырым. Кинодан соң кімнің ырымға сеніп, сенбейтіні анықталды. мен жалпы өзім ол нәрсеге көп сене бермеймін менде бір әдеттегідей күнделікті бір жылда жасым қалай өтіп жатыр солай деп ойлаймын. Енді менің әке шешелерім жалпы сен мүшелге кірдің, сен мүшелден шықтың, сен садақа бер деп ескертіп отырады. Сол әке шешемнің айтқан жаңағы дүниелерін жасап сонымен шығып кеттік қой. Енді ырым наным деген дүние енді қазақта бұрыннан бар ғой, кейбіреуіне сенем, кейбіреуіне қатты ондай қатты баспен кетпеймін енді. Толқын ханымның баспен кететін ырымы қандай? Ол құпия болып қалсын. Бұрышқа отырсаң тұрмысқа шықпай қаласың. Ол студенттік шақта ондай дүниелер болған. Ойбай, бұрышқа отырмай мен деген сияқты ондайлар бұл. Мен айтып отырмын ғой, мен өте суеверный адаммын. Актрисаның құпиясы ашылды. Баспен кетпеймін деп жүріп, бұрышта көп отырған сияқты. Жасы 38-ге келген Толқын ханым әлі де тұрмыс құрмаған. Кинодағы рөлі жұғысты болсын. Біреуіңе жұмыс жаса, ақша тап деп айттым ба мен осы күнге дейін, айтшы маған. Ақшаның қадірін білмейсің ба, сол еме олай. Қанат, сонда немен жұмыс істегің келмейді деп ойлайсың ба? Мен де отбасы үшін барлық мақсаттарымнан бас тартқан адаммын.